Саламатсыңдар ма, балаларым? Саламатсыздар. Мен Ибрахимнің әжесімін. Сендерге ертек айтып беруге келдім. Ертегіні ұнатасыңдар ма? Иә. Ал ендеше отырып ертегіні тыңдаңдар. Ертеде Қабық деген бір кедей өмір сүріпті. Оның 10 шақты ешкісі, жалғыз аты және бір алтын қанатты әкеші болыпты. Ол кезде әкеш шақырмайтын, ешкі бақырмайтын кез екен. Күндердің бір күнінде ақсиған түсін ұлдатып бір аң келеді де күнде ешкіні жеп кетеді. Содан ашуы келген жаңағы кедей оған не істерін білмей күйініп кетіп кемпірі мен баласына келіп айтады. Өзі бір қас күн екен, сондай бізге ешкілердің бәрі қырып кетті дейді. Сонда қасында отырған баласы өте ақылды екен. Атай, онда ол аңның аты қасқыр болғаны ғой дейді. Сөйтіп қасқыр болып аталып кетіпті. Содан бір күні қасқырда ешкіні жеуін еш қоймай қойыпты. Енді не істерін білмей жүргенде бір күні үйіне бір ақсақал келіпті. Ақсақал айтыпты, елдерге көмек беру менің парызым депті. Сендерде қандай қиыншылық болып жатыр депті. Сонда кедей айтыпты, бір қасқыр келіп күнде біздің ешкімізді қырып кетеді дейді. Онда дейді, сенің үйіңде ақылды балаң бар екен, соған мен дейді, мына кітабымды тастап кетейін дейді. Сен дейді, мына кітапты алып оқы дейді, оқы да тоқы дейді. Сонда баласы, жарайды атай рахмет деп кітапты күнде бас көтермей оқып, қасқырға дәрі жасауға кірісіпті. Бір күні көп шөптің тамырларын жинап алып, қасқырды өлтіретін дәрі жасайды. Сөйтіп оны тура қасқырлар келетін жерге сеуіп қояды. Бірінші күні қасқырлар иіскеп кетеді, ештеңені жемей кетеді. Екінші күні қайттан қасқыр келіп, ешкілерді іздеп, дәріні иіскемей ешқашан жемей кетеді. Сосын үшінші күні келген кезде қасқырдың қарны ашып, жаңағы жатқан дәріні жеп өлдейді екен. Қасқыр қалай өлдейді? Кім айтады? Айтыңдаршы, қасқыр қалай дыбыстайды? Дейді. Ол қасқырдың ұлығаны, оның қиналған кезінде қасқыр ұлғиды екен. Көрдіңдер ме? Ол содан бастап қасқыр қиналған сәтте ұлғи бастапты. Сендерде кітапты оқығанды ұнатасыңдар ма? Иә, ертең мектепке барғанда кітап оқып, білімді болып, үлкен азамат болып өсесіңдер. Сол сияқты үлкен кісілерге көмек көрсетесіңдер. Мен оған сендерге сенемін. Сау болыңдар балалар. Сау болыңыз.